Ол Ердоған өзін кешегі Осман Түрік империясының сұлтанымын деп образдайды. Оның сондай бір сасық амбициясы бар. Ал Қазақстаншы? Ол Ердоған сияқты ондай бір амбициялардың иесі емес. Бұлар ұрылар. Оған бет, абырой, бедел, лидерлік дейтін нәрсе қызық емес. Сен анау ел басқарып үйреген, амбициясы асқынып тұрған Ердоған менен ана ұрдап үйренген, ел ұры дейме, қары дейме, қарақшы дейме, ел пішту бетіңнен деп түкірема, оған бір тиын ана ұрлай береді. Сондықтан Ердоған мен Тақайды салыстырмаңдар. Ердоған Тақайдан миллион есе биікте тұр. Әрине оның бір сасық амбициялары бар, қияли бір шизофрендік армандары бар, бірақ Тақаймен салыстырғанда Ердоған миллион есе биікте тұруға. Тек екеуін ғана салыстырсаң, Тақай кәдімгі ұры. Тақай ұры. Тақай ұры, кәдімгі ұры. Кәдімгі тышқан інненге тығылып, егіншінің астығын ұрлайтын тышқан. Анау, ол аш қалса да ұрламайтын кәдімгі ел билейтін тиран. Анау кәдімгі ел билейтін бір тиранның, бір басшының қасиеті бар да, анау бір жүрген сүмелек бір қайыршы. Ұқсамайды. Мысалы, екеуін де мен жақсы көрмеймін. Екеуін де жақсы көрмеймін. Бірақ Ердоған бір костюм шалбар киген, шашын артына жылтыратып қайырып алған бір бандының бастығы сияқты да, жаңағы өзін жақсы ұстайтын, елдің алдында образын сақтайтын, төменшік демейтін, өзін биік ұстайтын бір тәкаппар бір банды сияқты да. Ал оның қасында Тоқаев, Назарбаев кім? Ол барахолкада жүрген карманчик сияқты да. Ей десең алыңыз деп шошып кететін анағында жалтаңдап, мынағында жалтаңдап жүрген бір бейшара, бір сүмелек, аузында біле деп қояды, боқ ауыз борап тұрған үсті басы быт-шыт, түрден түр жоқ, тістен тіс жоқ, көз жыртиған, тіс ырсиған, бір жүрген бір сорлылар болады ғой, бір сорлы. Назарбай, Тоқай сол. Оның қасында Ердоған кәдімгідей костюм шалбар киіп, шашын қайырып, өзін салапат ұстайтын бір бандының бастығы сияқты да. Аналар жүрген бір карманчик ұрылар ғана. Екеуінің айырмасы сондай.